География пәнінен квалтестке дайындық сұрақтарын ұсынамыз. Сұрақтар пән мұғалімдерінің жинақтауымен құрастырылған. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Қажет десеңіз, өз әріптестеріңізбен бөлісіңіз. Бірінші сұрақ. Геоэкономика біріктіретін ғылым салалары. География, экономика, геосаясат. 2. Геоэкономиканың зерттеу салалары. Географиялық жағдай, экономикалық қуаттылық, бәсекеге қабілеттілік, саясат пен экономика. 3. Нарық сыйымдылығы. Жауап: нақты, әрбір сәтте нарықтар бар, немесе өндіріліп, нарыққа жеткізілетін тауар мөлшері. 4. Нарық жағдаяты. Жауап: сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы. 5. Бәсекеге қабілетті ел ұғымын қалыптастырады. Мироненко айтқан. 6. Әлемдік нарық. Жауап: әлемдік экономика субъектілерінің арасындағы тауарлар мен қызметтерді сатып алу, сату әрекеттерінің ғаламдық жүйесі. 7. Қазіргі әлемнің кеңістік моделін жасады. Валлерстайн. 8. Валлерстайн экономикалық кеңістікті неше бөлікке бөлді? Жауап: 3. Ғаламдық, орталық, жапсарлас өтпелі аймақ және шет аймақ. 9. Қазіргі кездегі ғаламдық орталық. ақш, Еуропалық одақ елдері, Жапония. 10. Эмиссия дегеніміз не? Жауап: айналымға жаңа ақшаларды шығару арқылы ақша массасын ұлғайту. 11. Оңтүстік шығыс Азия елдері үшін басты эмиссиялық валюта. Жауап: Жапон иенасы. 12. Жартылай периферия аймағына жатады. Балқан түбегі елдері, Португалия, Ирландия, оңтүстік шығыс Азия, ТМД елдері. 13. Периферия елдері. Жауап: Латын Америкасы, Африканың мұхит аралдарындағы артта қалған елдер. 14. Шаруашылық салаларын орналастырудағы факторлар. Байырғы және заманауи. 15. Байырғы факторлар дегеніміз. Жауап: аумақ, ЕГЖ, табиғи ресурстық, көлік, еңбек ресурсы. 16. Аумақ. Жауабы: қоғамның географиялық ортасының аса маңызды элементтерінің бірі. 17. Жер тапшылығын сезініп отырған ел. Сингапур. 18. ЕГЖ-ның басты 4 түрін көрсеткен ғалым. Жауап: Баранский. 19. ЕГЖ түрлері. Орталық, теңіз маңы, көршілік, шеткі. 20. Дамудың жоғары деңгейін көрсететін ЕГЖ. Жауап: орталық. 21. Халықаралық қатынастардың дамуын көрсететін ЕГЖ. Жауап: теңіз маңы. 22. Өндірістік байланыстардың дамуын көрсететін ЕГЖ. Жауап: көршілік. 23. Экономикалық дамудың тежелуін көрсететін ЕГЖ. Жауап: шеткі. 24. Ежелден бері дүниежүзі аймақтарын бір-бірімен жалғастырушы қызметін атқаратын нысан. Жауап: теңіз. 25. Өздерінің теңіз жағалауларын тиімді пайдаланып отырған елдер. Қытай, Сингапур, Корея Республикасы және Нидерланды. 26. Кибернетика терминін ғылымға енгізген. 1830 жылы француз физигі Ампер. 27. Кибернетиканың негізін салушы. Норберт Винер. 1948 жыл. 28. Кибернетика дегеніміз не? Жауап: әртүрлі жүйелерде ақпаратты басқару мен беру үдерістерінің жалпы заңдылықтары туралы ғылым. 29. Аграрлы елдер. Жауап: ауыл шаруашылығының үлесі басым елдер. 30. Аграрлы шикізатты елдер. Жауап: ауыл шаруашылығы мен өндіруші өнеркәсіп басым елдер. 31. Индустриялық елдер. Өңдеуші өнеркәсіп пен құрылыс басым елдер. 32. Постиндустриялық елдер. Жоғарғы ішкі өнімнің басым бөлігі қызмет саласы береді. 33. Аграрлы елдердің нағыз үлгісі байқалатын елдер. Сомали мен Сьерра-Леоне. 34. Аграрлы шикізатты елдер. Папуа Жаңа Гвинея, Алжир, Гвинея, Қырғыз Республикасы, Кот-ди-Ивуар. 35. Жаңа индустриялық елдердің негізгі даму үлгілері. Азиялық
латын америкалық. 36. Дамудың азиялық үлгісі. Жауап: ұлттық экономиканы басым түрде сыртқы нарыққа бағыттау негізінде дамуымен ерекшеленеді. 37. Азиялық үлгі тән, ерекше көзге түсетін елдер. Жауап: Малайзия мен Таиланд. 38. Латын америкалық үлгі. Жауап: ұлттық экономиканы импорт алмастырушы бағытта дамытумен сипатталады. 39. Постиндустриялық елде қалыптасқан феномен. Жауап: жаңа экономика. 40. Постиндустриялық елдер құрылымына жатады. Білім беру, ақпараттық коммуникациялық нарықтар, инновациялар өндірісі, жоғары технологиялар саласы, ақыл-ой қызметтерін көрсету. 41. Дүниежүзілік шаруашылық құрамы жіктеледі. Жауап: 7 аймаққа. 42. Дүниежүзілік шаруашылық құрамының аймақтары: Солтүстік Америка, Латын Америкасы, Африка, Аустралия, мұхиттық аралдар, ТМД, шетелдік Еуропа мен Азия. 43. Дүниежүзілік шаруашылықтың екі бөліктегі моделі. Жауап: дамыған елдер солтүстік, дамушы елдер оңтүстік. 44. Дүниежүзілік шаруашылықтың үш бөлікті моделі. Дамыған елдер, өтпелі экономикалық елдер және дамушы елдер. 45. Дүниежүзілік шаруашылықтың көп бөлікті моделі бөлінеді. 10 орталыққа. 46. Жаңа үш бөлікті модель. Жауап: ғаламдық орталық, өтпелі аймақ, шеткі аймақ. 47. Жоғары дамыған елдердің экономикалық аудандар типі. Жауап: жоғары дамыған аудандар, ескі өнеркәсіпті аудандар, артта қалған, жаңадан игеріліп жатқан аудандар. 48. Жоғары дамыған аудандар. Жауап: Батыс Еуропа елдері. 49. Батыс Еуропадағы жоғары дамыған аудандар. Жауап: үлкен Лондон мен үлкен Париждің астаналық аудандары, Германияның оңтүстік аудандары, Италиядағы Милан, Турин, Генуя өнеркәсіптік үшбұрышы, Нидерландтағы Рандстад агломерациясы. 50. Лондон қаласының жаңа серік қалалары. Жауап: Стивенидж, Уэллинг Гарден, Сити, Харлоу, Хатфилд, Хемел, Хемпстед, Базилдон, Бракнелл, Кроли. 51. Ескі өнеркәсіпті аудандар қалыптасқан кезең. Жауап: 18 және 19 ғасырдың аралығы. 52. Таскөмір алаптары базасындағы қалыптасқан агломерация. Төменгі Рейн-Рур. 53. Ескі өнеркәсіпті аудандар: Ланкашир, Йоркшир, Батыс Мидленд, оңтүстік Уэльс, солтүстік аудан, Элзас пен Лотарингия. 54. Артта қалған аграрлық аудан. Жауап: оңтүстік Италия. 55. Францияның артта қалған аудандары. Жауап: орталық массив, Аквитания, солтүстік батыс, Корсика. 56. Ұлыбританияның артта қалған ауданы. Шотландия. 57. Жаңадан игеріліп жатқан аудандар. Аляска, ақш, Канаданың солтүстігі, Гренландия, Дания, Аустралияның шөлді аудандары. 58. Дамушы елдердегі аумақтық құрылымның орталық типінің басты белгілері. Жауап: елдің жекелеген бөліктерінің күшті айырмашылық жасауы, дамыған өнеркәсіп және ауыл шаруашылықты аудандардың аздығы, көлік жолдарымен қамтылудың төменгі деңгейі, аумақтық пайдаланудың ошақ сипаты. 59. Дамушы елдерде басты орталықтың қызметін атқарады. Жауап: Астана. 60. Экономикалық астаналар. Үндістан, Мумбай, Бразилия, Сан-Паулу, Марокко, Касабланка. 61. Дүниежүзілік мұхитқа шығуын қамтамасыз ететін теңіз порты болатын қалалар. Мехико үшін Веракус, Сантьяго үшін Вальпараисо, Кито үшін Гуаякил. 62. Бразилия астанасы Рио-де-Жанейро қаласынан Бразилияға ауыстырылу себебі. Жауап: экономиканы жеделдету үшін. 63.
жеке елдің дүниежүзілік шаруашылықтағы орнын, даму ерекшеліктерін көрсететін көрсеткіштер. Ел экономикасының типі, жоғарғы ішкі өнімнің көлемі мен құрылымы, халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасы, елдің ғаламдық бәсекеге қабілеттілігі. 64. Дүние жүзіндегі жоғарғы ішкі өнім көлемі ең жоғары елдер: Қытай, ақш, Үндістан, Жапония, Германия, Ресей, Бразилия, Индонезия, Ұлыбритания. 65. Жоғарғы ішкі өнім жан басына шаққандағы көрсеткіші жоғары ел. Жауап: Катар. 66. Жоғарғы ішкі өнім жан басына шаққандағы көрсеткіші төмен ел. Жауап: Орталық Африка Республикасы. 67. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдер саны. 35. 68. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше Азия елдері. Жауап: Түркия, Корея Республикасы, Жапония, Израиль. 69. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше Америка елдері. Жауап: Канада, Мексика, ақш, Чили. 70. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше Еуропа елдерінің саны. Жауап: 25. 71 сұрақ. Қазіргі кезде дамыған елдер экономикасының басты қозғаушы күші. Жауап: ғылыми-техникалық прогресс. 72. Ғылыми-техникалық ілгерілеудің басты көрсеткіштерінің бірі. Ғылымға негізделген өндірістің дамуы. 73. Ғылыми-техникалық өндірістің дамуы шоғырланған аймақ. ақш, Жапония, Германия. 74. Дамыған елдер шаруашылығының ерекшелігі. Жауап: инфрақұрылым, әлеуметтік қызмет көрсетуі жоғары дамуда. 75. Дамыған елдер басымдыққа ие сала. Жауап: сауда. 76. Аса ірі қаржы орталықтары. Лондон, Нью-Йорк, Чикаго, Токио. 77. Қаржы нарығының негізгі қатысушылары. Ірі қаржы несие ұйымдары, ұлтаралық бірлестіктер мен ұлтаралық банктер. 78. Үлкен жетілік елдері. Жауап: ақш, Канада, Германия, Ұлыбритания, Италия, Франция, Жапония. 79. Жоғары дамыған елдердегі ірі қаржы орталықтары. Нью-Йорк, Токио, Торонто, Франкфурт, Милан. 80 сұрақ. Халықаралық географиялық еңбек бөлінісінде порт шаруашылығы мен электр техникасы өндірісіне маманданған елдер. Бельгия, Антверпен, Нидерланд, Роттердам. 81. Халықаралық теңіз тасымалына маманданған ел. Жауап: Норвегия. 82. Швейцария маманданған салалар. Жауап: қаржы орталықтары, станок, сағат өндірісі. 83. Финляндия маманданған сала. Жауап: целлюлоза, қағаз өндірісі. 84. Швеция маманданған салалар. Жауап: машина жасау, металлургия. 85. Нидерланды жылыжайлар ауданы бойынша алатын орын. Жауап: 1. 86. Вена қаласындағы штаб пәтерлер. МАГАТЭ, ОПЕК. 87. Брюссель қаласындағы штаб пәтерлер. ЭО және НАТО. 88. Қоныс аударушы капитализм елдер. Жауап: Аустралия одағы, Израиль, Жаңа Зеландия, Оңтүстік Африка Республикасы және Канада. 89. Азияның жаңа индустриялық елдер тобына кіретін Қытай бөліктері. Жауап: Сянган, Тайвань. 90. Либералды модельге жақын дамыған елдер. Жауап: ақш, Ұлыбритания, Канада, Италия, Бельгия. 91. Шведтік модель тән елдер. Жауап: Скандинавия елдері, Аустралия, Жаңа Зеландия. 92. Әлеуметтік нарықтық германдық модель. Жауап: Германия, Франция. 93. Иерархиялық бірлестік, жапондық модель тән елдер. Жауап: Жапония, жаңа индустриялық елдер. 94. Қазіргі кезде экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына мүше елдер. Жауап: Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Латвия, Польша, Эстония.
95. Экономикалық қайта құруларды жүзеге асыру өтпелі экономика елдеріне басталған уақыт. Жауап: 1989 жыл. 96. Қайта құрулар жүргізілетін бағыттар: эволюциялық, радикалды. 97. Мемлекеттік бюджет дефициті белгілері. Жауап: шамадан тыс жүргізілген инфляция, ұлттық валюта бағамы күрт төмендейді. 98. Дамушы елдерге жатады: Азия, Африка, мұхиттық аралдар, Латын Америкасы елдері. 99. Мешеу елдер. Жауап: ұзақ жылдар бойы экономикалық құлдырауды бастан кешіріп, дамыған елдерге тәуелді болған елдер. 100. Дамушы елдерге тән белгілер. Жауап: бұрын отар немесе жартылай отар болуы, экономикасының көп уклаттылығы, әлеуметтік құрылымның ала-құлалығы, жергілікті қаржының экономикадағы үлесінің төмендігі, жоғары дамыған елдерге қаржылық тәуелді болуы. 101. Дамушы елдердің көпшілігі тән даму мәселесінің бастысы. Жауап: кедейшіліктің жаппай таралуы. 102. Дамушы елдердің дамуына кедергі келтіретін мәселелер. Жауап: еңбек өнімділігінің төмендігі, халық санының жылдам өсуі. 103. Дамушы елдердің топтары. Жауап: жетекші дамушы елдер, жаңа индустриялық елдер, мұнай экспорттаушы елдер, плантациялық шаруашылық елдері, жалға пәтер беруші елдер, даму деңгейі төмен елдер. 104. Офшор дегеніміз не? Жауап: шетелдік компаниялар үшін кәсіпкерлікті жүргізудің айрықша жағдайлары бар ел немесе аумақ. 106. Дамудың азиялық үлгісі тән болатын индустриялық елдер арасында көзге түсетін елдер. Жауап: Таиланд, Малайзия. 107. ОПЕК елдері: Венесуэла, Ливия, Алжир, Ангола, Нигерия, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, Біріккен Араб Әмірлігі, Сауд Арабиясы, Бахрейн. 108. Плантациялық шаруашылық елдері: Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Доминика Республикасы, Гаити, Гана, Ивуар, Шри-Ланка. 109. Жалға пәтер беруші елдер: Мальта, Кипр, Бахрейн, Либерия, Багам аралдары, Барбадос, Панама. 110. Даму деңгейі төмен елдерге жатады: 47 ел, Азия, Африка, мұхит аралдары елдері. 111. Постиндустриялық экономикада жаңа типтегі дамыған инвестицияның түрі. Жауап: венчуралық. 112. Қазақстан 2050 стратегиясы е басымдыққа саны. Жауап: 7. 113. Адамзат қоғамы дамуындағы шиеленіскен уақыт. Жауап: 20 ғасыр. 114. Ғаламдық мәселелердің ауқымы. Дүние жүзін бүкіл адамзатты қамтиды. 115. Ғаламдық мәселелердің маңыздылығы. Адамзаттың қазіргісі мен болашағына қауіп төндіруіне байланысты барлық елдер үшін өзекті болады. 116. Адамзаттық ғаламдық проблемалары. Жауап: бейбітшілікті сақтау, азық-түлік, экологиялық, энергия және шикізат, демографиялық, дүниежүзілік мұхитты игеру. 117. Ғаламдық мәселелер ішінде бірінші кезекке қоямыз. Жауап: бейбітшілікті сақтау. 119. Шамамен болған соғыстар саны. Жауап: 14 мыңдай. 120. Нәтижесінде қайтқан адамдар саны. Жауап: 3 миллиардтан астам. 121. Бірінші дүниежүзілік соғыс нәтижесіндегі адам шығыны. Жауап: 20 миллион адам. 123. Екінші дүниежүзілік соғыс нәтижесінде адам шығыны. 50 миллион адам. 124. Ядролық қарудан өз еркімен бас тартқан бірден бір ел. Жауап: Қазақстан Республикасы. 125. Қазіргі кездегі әлемдік қару-жарақ саудасының көлемі. Жылына шамамен 70 миллиард. 126. Дүние жүзінде әскери бюджетті ең үлкен ел. Жауап: ақш. 127. Милитаризм дегеніміз не? Жауап: елдің әскери қуатын арттыруға бағытталған біртұтас жүйе. 128. Әскери өндірісінің дамуы жөнінен әлемде ғылыми өндірістік
әлеуеті жоғары ел. Жауап: Ресей. 129. Конверсия дегеніміз не? Әскери өндірісті күнделікті адам тұрмысына қажетті өнімдер жасауға көшіру. 130. Лаңкестікке қарсы комитет құрылған жыл. Жауап: 2001 жылы 11 қыркүйегінен кейін. 131. Ғаламдық лаңкестікке қарсы стратегия қабылданды. Жауап: 2006 жыл 8 қыркүйек. 132. Қазіргі таңда АЭС-і бар елдер саны. Жауап: 32. 133. АЭС-ке тиесілі энергияның мөлшері 11%. 134. Жер шарындағы халық саны 7,6 миллиард. 135. Халық санының дамушы елдерде өте жылдам қарқынмен өсуі туындатып отырған мәселелер. Жауап: өңделетін жер көлемінің азаюы, азық-түлік тапшылығы. 136. Халық санының артуы нәтижесінде азық-түліктің жетіспеушілігін туғызады деп тұжырымдады. Жауап: Т. Малтус. 137. Халықтың табиғи өсуі жоғары аймақтар. Жауап: Африка мен Азия. 138. Халықтың табиғи өсуін арттыруды қолдайтын саясат жүргізетін елдер саны. Жауап: 20. 139 сұрақ. Халық санының өсуін тежейтін елдер саны. Жауап: 85. 140. Азық-түлік өнімдерін экспортқа шығаратын елдер. ақш, Канада, Аустралия, ЕО құрамындағы кейбір елдер, Финляндия, Венгрия. 141. Азық-түлік жетіспейтін, бірақ сатып алуға мүмкіндігі бар ел. Жауап: Жапония. 142. Азық-түлік өндірісі жергілікті сұранысты әрең қамтамасыз ететін елдер. Қытай, Үндістан, Оңтүстік Америка елдері. 143. Азық-түлік жетіспейді, бірақ өзін-өзі қамтамасыз ету үшін су және жер ресурстарын қарқынды игеріп жатқан елдер. Жауап: Египет, Индонезия, Пәкістан, Филиппин. 144. Жан басына шаққанда азық-түлікпен қамтамасыз етілу жағдайы төмен елдер. Жауап: Африканың Сахарадан оңтүстікке қарай орналасқан дамушы елдері. 145. Халық санының артуы аумақтық ресурстық мүмкіндігінен жоғары болуы себепті азық-түлік дағдарысы басталған елдер. Жауап: Гаити, Непал, Сальвадор. 146. Жер шарындағы азық-түліктің жетіспеушілігінен зардап шегіп отырған елдер саны. Жауап: 1 миллиардтан астам. 147. Тіршілікке қажетті энергияның 70%-ын жүгері өнімдерінен алатын ел. Жауап: Гватемала. 151. Дүниежүзілік мұхиттың ерекшеліктері. Жауап: атмосфераны оттегімен байытады, адамдарды құнарлы, пайдалы азық-түлікпен қамтамасыз етеді, арзан, тиімді көлік түрімен елдерді байланыстырады. 152. Дүниежүзілік мұхиттың биологиялық қорларына деген сұранысты көбейткен фактор. Жауап: ғаламдық азық-түлік мәселесі. 153. Қос жақтаулы бақалшатырлар, устроицалар көп өсіретін ел. Жауап: Франция. 154. Өнеркәсіптік портты кешендерде дамып отырған өнеркәсіп салалары. Жауап: кеме жасау, мұнай өңдеу, мұнай химия, металлургия. 155. Мұхит халқының саны. Жауап: 3 миллион. 156. Атлант аралық кабельдің тұңғыш жобасын кім қашан салды? Жауап: 1843 жылы Смаули Морзе. 157. Дүниежүзілік мұнайдың теңіз қайрандарынан өндірілетін пайыздық үлесі 1-3. 158. Теңіз шаруашылығына кіреді. Жауап: өнеркәсіп, энергетика, балық аулау, көлік, сауда, тынығу мен туризм. 159. Теңіз шаруашылығына жұмыс жасайтындар саны. Жауап: 100 миллионнан астам адам. 160. Дүниежүзілік мұхит суларын ластау түрлері. Жауап: 4. 161. Бүгінгі таңда мұнай қалдықтарымен өте қатты ластанған аймақтар. Жауап: солтүстік Балтық, Кариб, жерорта теңіздері, Парсы шығанағы. 162. Лас суларды әкелетін өзендер. Рейн, Дунай, Миссисипи, Еділ, Днепр, Днестр, Ніл, Ганг. 163. Жерорта теңізі жағалауында тұратын елдер саны. 20-ға жуық, 130 миллионнан астам халық, 260 порт.
164 сұрақ. Біріккен ұлттар ұйымының теңіз құқығы жөніндегі теңіздер хартиясы қабылданған жыл. Жауап 1982 жыл. 165. Глобалистика деген не? Жауап ғаламдық мәселелерді зерттеумен айналысатын ғылым саласы. 166. Глобалистиканың девизі ғаламдық тұрғыда ойлау, жергілікті жерде әрекет ету. Құрметті көрермен, видео ұнаса каналға жазылып, лайк баса кетіңіз. Қажет десеңіз, өз әріптестеріңізбен бөлісіңіз. Сұрақтардың барлығы WhatsApp желісінен алынған. Баршаңызға сәттілік.